Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар? Ана тілінен 22-ші сабағымызды бастаймыз. Буын тақырыбы. Ережені есімізге түсірейік. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болатынын білеміз. Олай болса, оқулығымыздың 34-ші бетін ашамыз, 3-4 деп жазылады. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Берілген мәтіннің бөліктерін орнына қою қажет. Яғни, бізде бөліктері шатастырылып берілген. Мен сіздерге бөліктерді оқып беремін. Ата-анамыздың көмегімен мәтінді қалыпқа келтіреміз. Алматы. Қаланың іші сырты толған жеміс ағаштары. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма апорт. Ол тек Алматыда өседі. Алматы еліміздегі ерекше көрікті қала. Балалар, мәтінді оқу барысында мен 3 рет кідіріс жасадым. Яғни, осы бөліктердің орындарын алмастырып, мағыналы бір мәтін шығатындай орындарына қою қажет. Алматы туралы не білеміз, балалар? Дерек көздерден біліп, сол туралы өз ойыңды айта ғой. Келесі жаттығу, екінші жаттығуға назар аударамыз. Өлеңдерді оқы, жатқа айт. Апорт деген алманың, таттың ба сен бал дәмін. Апорт деген тәтті алма, ол өседі бақтарда. Нұрсұлтан Әлімқұлов. Екінші жаттығуда берілген өлеңді балалар жаттап аламыз және қосымша дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Бізде домалақтардың ішінде қа, ба деген буындар берілген. Және домалақтардың сопақшаның сыртында екінші буындары берілген. Осы буындарды бір-біріне қосып, 5-6 сөз құрап, дәптерімізге жазамыз. Мысал үшін, қайық, қасық, қатық, қалам, балық, бақа, батыр деген сияқты сөздер шығады екен. Ал сен қандай сөздер құрайсың? Өте жақсы. Дәптермен жұмыс. Дәптеріміздің 23-ші бетін ашамыз. Ö әрпінің бас және кіші әрпін жол сызықтарын сақтап, әдемі етіп жазып шығамыз. Келесі 3-ші жаттығу жаңа оқулығымыздың 35-ші бетінде берілген тапсырманы осы жерге жазамыз. Соңғы шығармашылық тапсырма. Алма, қасық сөздерін буынға бөліп, алғашқы буындарынан сөз құрау қажет. Қандай сөз шығады? Қане, алма сөзін буынға бөліп көрейік. Алма. Қасық сөзін буынға бөлеміз. Қасық. Енді екі сөздің алғашқы буындарын қосып, қандай сөз шығады? Соны дәптерімізге жазып, сол сөзді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Ісіңе сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.